Ғаламшарлар қандай болады? Күн жүйесінің ғаламшарлары екі топқа бөлінеді. Жер тобындағы ғаламшарлар Жер, Марс, Қызыл жұлдыз, Шолпан, Меркурий. Олар үлкен емес, қатты қабатты және күнге жақын орналасқан. Тығыз тау жыныстар мен металдардан құралған. Меркурий мен Шолпанның серіктері жоқ. Алып ғаламшарлар Юпитер, есеп қырған, Сатурн, Қоңырқай, Уран, Нептун, олардың бір ерекшелігі бар. Газды сақиналары тастан, мұз қиыршықтары мен ғарыш тозаңдарынан тұрады. Бұл ғаламшарлардың серіктері бар. Оның беткі бөлігі Жер немесе Марс тәрізді қатты емес. Юпитер газдан құралған. Ол газды алып, оның бетінде үнемі дауыл құйын болып тұрады. Юпитер өз білігі бойымен өте жылдан қозғалады. Сатурнды бірден танисың. Оны үлкен сақина қоршап тұр. Сақина тұтастай емес, әр түрлі жолақшалардан тұрады. Ғалымдар бір кездері ондағы су қатып қалған. Сақинада қар мен мұз қиыршықтарынан тұрады деп шешті. Сен білесің бе? Обсерваторияны оңай тануға болады. Оның телескопқа арналған ашылып жабылатын күмбез тәрізді төбесі бар. Тянь-Шань обсерваториясы Алматы қаласының маңындағы биік тау басында орналасқан. Ғалымдар бұл жерде күнде жүріп жатқан процестерді зерделейді. Олар Ай, Марс тағы басқа аспан денелерін зерттейді.